Сәлем достар, мен Гүлшар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздермен біз қазір хит болып жатқан, яғни қуырылған баклажан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге баклажанның өзі керек, помидор керек, помидор черри менде, рукколой. Егер де сіздер рукколой болмаса, бұның орнына петрушка алуларыңызға болады. Сонымен қоса творожный сыр, крахмал, тұз. Осы заттар қажет болады. Ал ендеше бастайық. Салатымызды бастамас бұрын баклажанымызды сыртын аршып, тұзды суға 1 сағаттай, 40 минут 1 сағатқа салып қоюларыңыз керек сіздер. Баклажанымыздың сыртын аршып алдық. Енді 4 бөлікке бөліп, үлкен кубиктармен кесетін боламыз. Ыдыстың кішкентай болғаннан кейін үлкенде от салып, тұздап, суға 1 сағатқа қойып қоямыз. Достар, сонымен қоса сіздерге айтып кетейін деген, рукколамды мен суық суға салып қойдым. Жаңа кішкене ащы дәмі кету үшін. Егер де түнімен қалса, тіпті жақсы. Егер де сіздерде руккола болмаса, басқа петрушка, көкөніс түрлерін қолдануға болады. Достар, міне баклажанымызды 1 сағат тұзды суға салып қойдық, алып кептірдік. Енді крахмалға матырамыз. Менде мынандай крахмал кукурузный. Жақсылап араластырамыз. Крахмалымызды жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін қызып тұрған майға салып қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, осылай баклажанымызды қызып тұрған майға салып, қуырып, қызарғанша қуырамыз. Міне құрметті көрермендер, біздің баклажанымызды қуырып алдық. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Оған помидор черри алдым. Осы помидор черриді 2-ге бөліп шығамыз. Рукколамызды салдық, үстіне помидор черри. Тағы да үстіне руккола қосып жіберуге болады. Баклажандарымызды саламыз. Үстіне мынандай менде кисло-сладкий соус, осыны құйып шығамыз. Енді осы салатымызға творожный сыр қосамыз. Әрбір жерлеріне осындай творожный сыр қосып шығамыз. Құрметті достар, міне біздің салатымыз дайын. Осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.